Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен момо дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Алдымен ұнымыздың үстіне ашытқымыз салатын боламыз. Жылы суға тұзымызды салып, араластырып аламыз. Қамырымыздың үстіне сұйық май құямыз. Оның үстіне біртіндеп суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Суымызды аз-аздан құйып отыратын боламыз. Көп құйып кетпеңіздер. Жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осылай илеп болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да біраз басып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Алдымен сарымсағымызды төрт-бұрыштап турап алатын боламыз. Бізге тартылған фарш қажет болады, немесе етті ұсақтап тұрасаңыздар да болады. Мұнда менде сиыр еті. Енді осылай 100 сайымыз алып турайтын боламыз. 100 сайды көп қоссаңыздар өте дәмдірек болады. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосатын боламыз. Сұйық майымызды қосамыз. Тұз, қара бұрыш, сұйық май барлығын қосқаннан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымыз көтерілді. Граммдарға бөлсеңіздер болады, бірде шығады, немесе осылай қолдарыңызбен, осылай видеода көрсетілгендей бөлсеңіздер де болады. Қолдарыңызды сұйық маймен майлап отырыңыздар, сол кезде жабыспайтын болады. Қолымызды осылай майлап отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Оны сеппей оқтаумен жаймаймыз, қолымызбен жаятын боламыз. Видеода көрсетілгендей осылай біріктіріп жинайтын боламыз. Мантоваркаларымызды майлап қоямыз. Осылай үстіне бірден қойып отыратын боламыз. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.